Бәріңізге сәлем. Бүгінгі ерекше оқиға ақшта болған еді. Бұл жайлы Фейсбукте Сауль Браун дейтін жігіт бөліскен болатын. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Бүгін ерекше оқиға болмақ. Бәрі 2005 жылы Нью-Йорк қаласында басталған болатын. Сауль дейтін жігіт адвокаттың көмекшісі болып, өзінің демалысын құр өткізбей, оқуына ақша жинамақ болады. Сауль түскі үзіліс кезінде көшеден тамақтанғанды ұнататын. Ол жерде арзан және өте дәмді болып тамақтар жасалынатын. Бұл жердегі адамдар ақшаны тек қана қолма-қол қабылдайтын еді. Сол себепті Сауль өзімен қолма-қол ақшаны үнемі алып жүретін. Қарама-қарсы бетте бір үйсіз адам отыратын. Оның есімі Франк болатын. Оған үнемі Сауль ақша беріп, қалайсың Франк деп амандасып, ас болсын деп айтатын. Сауль бұл ақшаға басқа да өзіне керекті заттар алуға болатын еді. Алайда ол бұлай жасамады. Осылайша 2 ай өтті. Сауль бір күні тамақтануға бармақшы болған кезде, оның қалтасында ақша болмағандықтан банкоматқа барады. Алайда банкомат жасамай тұрады. Бұны көрген сатушы Саульді шақырып алып, «Мына гамбургер саған, сенің Франкқа не жасап жүргеніңді көріп жүрмін» дейді. Кенеттен күтпеген жағдай болады. Сауль өзінің тамағымен Франкпен бөліседі. Саульдің жұмыс істеп жатқанына 3 ай өтті. Оның Пенсильванияға оқуын жалғастыруға қайту керек болды. Ол Франкпен қоштасып, күндердің бір күнінде екеуі де бір-бірімен кездесетініне сенімді болды. Осылайша 5 жыл өтті. Сауль қайтадан Нью-Йоркқа оралып, жаңадан адвокат ретінде жұмысқа орналасты. Бір күні Сауль ресторанға барып тамақтанбақшы болады. Ресторанда ноутбук арқылы өз жұмысын жасап жатқан кезде артынан бір дауыс естиді. «Сен мені таныдың ба?» дейді. Бір ұзын бойлы, әдемі костюм киген жігіт. Сауль әлгі жігітке төменнен жоғары қарай толығымен қарап шығып, «Франк, бұл шынымен деп сенбісің?» деп өте қатты таң қалды. Сауль өз орнынан тұрып, әлгі жігіттің қолын алып, қатты құшақтап алды. Сол сәтте Франк, «Саған өте көп рахмет» деп көзіне жас алды. Франк 5 жылдан бері жағдайын жақсартып, жұмысқа орналасып, және дәрігерлер өзінің денсаулығын қалпына келтіріп бергенін айтты. Біз танысқан жылдары өмірімнің ең қиын кезеңінің бірі еді. Мен ол кезде депрессияға батып, өмірімнің аяқталғанын күтіп жүрген едім. Балалық шағымнан бері маған барлығы қиын болды. Өйткені балалық шағымда мені ата-анам тастап кетті. Және де жұмысымнан айырылдым. Осылайша бір күні менің әйелім мені көшеге қуып шықты. Өмірімнің ешқандай мәнісі қалмады. Бір күні сені кезіктірдім. Осылайша өмірде әлі де жақсылық бар екенін сезіндім. Сен берген ақшаға күніне кем дегенде 2 рет тамақтанатын едім. Сен болмағанда қазіргі жағдайыма жетпес те едім деп жауап берді Франк. Осылайша жарты сағат әңгіме айттық. Франктың өз жұмысына қайтып оралуы керек болды. Қоштасар сәтте Франк мені құшақтап алды. Бұл жолы мен өз көз жасымды ұстай алмадым. Франк менің есімді ешқашан білмейтін еді. Қазір де білмейді. Бірақ та ол әрқашан өзіне бейтаныс адам көмектескен есіне сақтап, басқа да адамдарға көмектесетініне сенімдімін. Өмірімізде кішкене болсын жақсылық жасап, басқа адамдарға көмектесіп, әлі де жақсылықтың жоғалмағанын дәлелдейік. Каналымыздың тезірек дамығанын қаласаңыздар, төмендегі поделиться кнопкасын басып, достарыңызбен, туыстарыңызбен бөлісіңіздер. Және подписаться кнопкасын басып, қасындағы қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз.